Сәлем, тағдырлар арнасының тыңдармандары. Менің каналыма қош келдіңіздер. Маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Жасым 40-қа жақындаған жігітпін. Астанаға Қостанай қаласынан келгеніме біраз жыл болды. Осыдан бірнеше жыл бұрын ойнап жүріп от басып, бір қыздың аяғы ауыр болып үйлендім. Бірақ жүрегін қаламаған адаммен тұру өте қиын екен. Дегенмен балам үшін бәріне көндім. Біраз уақыттан соң отбасылы болып тұру мүлде қиынға соқты. Әйелім де сезді ме менің суық көңілімді, жөнді-жөнсіз қызғанатынды шығарды. Үйде күнде ұрыс керіс. Ақыры әйелім өзі барып ажырасуға арыз беріп, ажырасып тындық. Астанаға келген кезде жатақханадан сатып алған бір бөлмені әйелім мен балама тастап, анам және қарындасым тұратын жалдамалы пәтерге көштім. Жұмысым мемлекеттік қызметкер. Алған табысымнан алиментін төлеп тұрдым. Алғашында әйелім баламды көрсетпей біраз қиналдым. Уақыт өте берді. Жұмыс, карьера, шетелге іс-сапарға жиі бардым. Қызметім де өсе берді. Бірақ мемлекеттік қызметті істегендіктен артық уақыт санаулы ғана. Сол сайт, агент арқылы қыз-келіншектермен танысып, анда-санда кездесіп тұрдым. Жалғыздықтан жалыға бастадым. Жұмыстан кеш келесің. Айналдырған бір бөлмеде анам және қарындасым. Қарындасым да тұрмысқа шықпаған еді. Шынын айтсам, адам туғандарынан да жалығады екен. Анаң тамағыңды дайындап, киімімді жуып, қасымнан шықпайды. Тіпті туысқандарым анама ұрсатын. Балапандарыңды қанатының астынан ұшыр, баспай деп. Расымен 40-тың қырқасында жақындаған жігіт пен қызды бір үйде тұрудан оңай емес екен. Кәрі қыздың өзіндік талаптары бар. Ал мені анам жалғыз ұлым деп жақтап, сол үшін де қарындасыммен қырқысып қалатынбыз. Солай сайт арқылы танысып жүргенде бір күні өзімнен 2 жас үлкендігі бар шымкенттік күйеуімен ажырасқан келіншекпен таныстым. Сөйлесе келе екеуміз жақын танысып араласып кеттік. Ол өзінің 2 бөлмелі пәтерінде жалғыз тұратын. Бір үлкен фирмада бас есепші болып қызмет атқаратын келіншектің қаржы жағынан еш қиындығы болмады. Баласы Шымкентте ата-анасында. Менің де балаға еш қарсылығым болмады. Түрі де сүйкімді, мінез де бір беткей. Өзіне нық сенімді келіншек болды. Менің де түрім біреуден қарыз сұрай қоятындай емес. Достарым түрік әріптестеріңе ұқсайсың деп әзілдейтін. Сонымен келіншекті ұнаттым. Ол да мені ұнатып, екеуміз некеге отырып бірге тұруды шештік. Анам да бақытың осы болса деп батасын беріп, еш қарсылық білдірмеді. Бәрі басында керемет еді. Менің де кезегім келіп өзіме тиесілі пәтерге қол жеткіздім. Ол пәтерді жалға беріп қойдық. Ақша жағынан еш қысылмадым. Қарындасым да өз машинасын сатып несиеге пәтер алды. Анам да мемлекеттік бағдарламамен пәтер алды. Бұрынғыдай емес. Бірінші әйелім баламды көрсетіп, тіпті анаммен бірге Павлодарда тұратын туыстарыма жіберіп тұрды. Бірінші әйелмен ара қатынасымыз шетелдіктерше емін-еркін реттелді. Оның өз өмірі, менің өз өмірім. Қуырдақтың көкесін түйе сойғанда көресің демекші, екінші әйеліммен ара қатынасымыз суып бара жатқандай болды. Ол менің балам туралы естігісі де білгісі де келмейді. Бала туралы сөз болса, үйде айқай-шу. Ал менің туған балам болғандықтан мен қалай көрмеймін, көмектеспеймін. Шымкенттің қыздары қазақи тәрбиелі деп ойлаушы едім. Мүлдем олай болмай шықты. Әйелім екеуміз бір төсекте жатқанымызбен ешқандай жылылық жоқ еді. Тіпті тамақты да бірге отырып ішпейтін болдық. Әркім өзімен өзі, қайда барады, қашан келеді, өзі біледі. Тек бірге тұрамыз. Ортақ жоспар, ортақ бюджет деген жоқ. Жұмыстан соң үйге асықпақ тұрмақ, барғым келмейтін жағдайға жеттім. Күндер өте берді. Әйелім де тік бір беткей мінезі болғандықтан ер адамға төмен түсу, сыйлау дегеннен жұрда еді. Кейіннен білдім. Бірінші күйеуіне баласын көрсетпей, тіпті өзі тегінен жаздырып алыпты. Бір күні мен шетелге іс-сапарға кеттім. 10 күннен соң келсем, анам ауруханаға түсіпті. Үйдегі келіні бір ретте барып қалын сұрап, тіпті телефон шалмаған. Көңілім қатты қалды. Анамның үйіне кетіп қалдым. Біраз уақыт анамның үйінде тұрып жаттым. Бәрі реттелер, уақыт өтер деп. Ақылға келерміз, сағынармыз деп. Бір күні әйелімнен SMS хабарлама келді. Киімдеріңді лақтырып жібердім, енді келме деген. Мен де бармадым қайтып.
Қазір анаммен бірге тұрып жатырмын. Әлде нағыз махаббаттың келмегені ме? Махаббат болса, екі жарты бір бүтін болып тұру да қиын екен. Басында бәрі жақсы сияқты еді. Осылайша 2 рет үйленіп ажырасқан жігіт болып, өзімнің өмірлік серігімді әлі кездестіре алмай келемін. Бірінші әйеліме де, екінші әйеліме де барғым келмейді.